Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы аумағындағы Сығанақ қалашығында археологиялық зерттеу жұмыстары әлі де жүргізіліп жатыр. Археологтар алып қаланың бір қақпасын көтеріп, туристер мен келушілерге қолайлы жағдай жасаған. Қазақ халқының тарихында Сығанақ қаласының алар орны ерекше, себебі Қыпшақ хандығының, Ақ Орданың, Қазақ хандығының астанасы болған ірі қалалардың бірі. Өз дәуірінде бұл қала Қыпшақ қаласының Гавана атанған. Ұлы Жібек жолы бойында 9 жолдың торабында орналасқан стратегиялық маңызы бар. Саудасы мен қолөнер кәсібі қатар дамыған атақты қалалардың бірі. Аталған қалашықта аймақ актерлерінен құрылған өнерпаздар сол заманғы сюжетті келушілерге сомдады. Бейкіні, құлдар, сендердің жарықтарың бар екен. Боссыңдар. Көрдіңіздер ме, жамағат? Мен жаңа ғана мына байғұс құлдардың құнын төлеп, боданнан босаттым. Бірақ мен оларға қожайын болғаным жоқ. Бұлар енді менің уақтат бауырларым. Біздер жаратқан иеге ғана құлшылық жасайтын боламыз. Сығанақ қаласының басына кеп қойдық. Мына жерде үлкен базар, ар жағында Сығанақ қаласының ішкі жағында хан ордасы. Жалпы бұл көрсетіліп жатқан көріністердің барлығы кезінде 2017 жылы сахналаған пьесамыз Хисамидин және Сығанақ сыры деп аталатын пьеса болатын. Соның қазір 2 картинасынан үзінді бердік. Тұнып тұрған тарих. Алтын Орданың, Ақ Орданың астанасы болған, қазақтың тұңғыш астанасы болған үлкен қала. Дешті Қыпшақ қағанатының астанасы болған. Бұл Сығанақтың тарихы һәм Түркістаннан да, һәм Отырардан да, һәм Испиджаптан да, Сарайшықтан да бәрінен терең жатыр. Тарихи нысан болашақ ұрпақ білсін деп, жадында қалсын деп, осындай қойылымдарды қойып жатырмыз. Қала жөнінде тарихи деректер өте көп. Солардың алғашқысы 10 ғасырда өмір сүрген араб географы Әл-Мұқадаси еңбегінде кездеседі. Ол Сығанақты Отырар мен кіндігі бір егіз қала деп көрсеткен. Махмұд Қашқаридың 11 ғасырда жазылған Дивани Лұғата Түрік атты 3 томдық еңбегінде Сұғнақ оғыздардың қалаларының бірі деп жазылған. Дәл осы қалашықтан көптеген археологиялық жәдігерлер мен қолөнер бұйымдары, теңгелер табылған. Қазбаларда табылған заттар музейге табысталып, арнайы зерттеу жұмыстары жүргізіледі. 2017 жылы 18 мамыр халықаралық музейлер күні музейін аштым. Ол енді Жаңақорған орталығындағы Сығанақ Хисамидин атындағы мешіт болады. Енді соған жақын болғаннан кейін сол мешіттің ішінде орын табылды. Мен сол орталықтан сол музейді сол жерде аштым. Бұл жерде бір 500-дей зат бар енді, майда шүйдеміз. Мен көбісі фото сақтаған. 91 жылдан бастап мен мынау жергілікті жаңағы Сығанақ қалашығында Сунақ-ата кесенесін біз кесенені көркейту кезінде сол жерде басында болған. Содан бастап ана Сығанақ қаласын көрдім. Ол кезде төмпешік болып жататын тұғын. Сол төмпешікті суретке түсіре бастадым. Сығанақ қалашығы Қазақ хандығының нығаюына қызмет жасады. Қасым хан тұсында қазақ халқының саны 1 миллионға жетті деген деректің кездесуінің өзі Қазақ хандығының Сығанақ секілді сыр бойындағы қалалардың бағындыруымен байланыстырылады. Қанша кезең өтсе де Сығанақ қаласы туралы тарихи деректер маңызын жойған емес. Нұрбол Нұрланұлы, Нұрдәулет Шадымұрат, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.